Bayım саған. Ей, көшенің көбелегі болғанша кухняның көбелегі онда қыздар месіндегі айтам ме. Түсінің ба? Сөйт ойлама мен қызбын, қыздың артынан 10 жігіт мақтанбай ақ қой, доптың артынан 12 жігіт жүгіреді, бірақ ол мақсаты гол салу. Түсінің ба сені? Түсінің ба? Сен ойлама, сен менің арқамнан ал жігіт жүгіреді деп ойлама. Доптың артынан 12 жігіт жүгіреді, бірақ ол мақсаты гол салу. Түсінің ба? Болдың ба адам жылатып шампу? Болдың ба айтып? Айт давай. Артық кетіп қалдың ғой сен? Айт давай. Артық кетіп қалдың ғой реально. По-любому. Соның бәрін маған айту керек па? Саған айттым, сен менің жылауыма сен болдың, мені себепкер болдың конкретно бұл өмірде. Жоқ, ол маған несін айтып жатсың? Сен бастадың маған түрің жаман деп маған да ауыртып түрің жаман. Сен өзің ғой маған кірдің да айттың. Сен онша емессің дедің. Жаңағы өзбек қызы артық дедің. Вот именно тауладау боласың айттың. Түрің онша емес. Ты понимаешь это? Сен айтқан бастаған сен түрің онша емес деп маған. Болды, енді араласпай ақ қойықшы, ойнамай ақ та қой. Өзің қойып жіберген запросты, мен саған вообще барғанда жоқпын. Сол өзбекшаларға құры. Жоқ, мен саған айттым ғой, таулар бар деп оның. Дұрыс па? Базар жоқ, сен көтінде, базар жоқ, оның көтінде, базар жоқ, сен көтінде, молодец. Бірақ маған жоқ, қоя тұр. Тыңда мені. Мен сен всегда жақтап жүрдім ғой, сен өйтіп неге маған тиісіп кеттің, бүкіл обидаңды маған несіне айтып жылатып жатсың? Айтсай сол басқа қыздарға, балдарға маған несіне айтып жатсың, оның бүкіл обидаңды. Тыңда мені. Бос шығатын жерге қарағанда маған сүт шығатын жерге маған, түсінің ба? Түсінің ба? Адам емес екенсің ғой сен, адам емес екенсің ғой, мен сені сыйлап жүрсем, сампо. Болды, давай, енді жібермей ақ қойшы, менімен ойнамай ақ та қой, араласпай ақ та қой, бейби демей ақ та қой, болды, давай, сол өзбекшаларға құры, солар артық көрдің ғой жаңа. Бара бер сол қыздарыңа. Как күтсін. Сен әрі сөзге жауап берсін, түсінің ба? Түсінің ба? Неге мен түрім жаман? Мысалы жауап берейін саған. Неге мен түрім жаман? Құры, сен өзің бастаған сампо, өзің маған тиістің. Мен саған қайтардым, жауабын қайтардым. Қыздар қарамас үшін, қыздардың жүрегі ауырмас үшін. Мен атак, осы түрмен қазір мен ақта отым мен, отбасымды асыра отым осы түрім мен. Бұл түрім мен бренд, вообще-то, түсінің ба? Осы ертең менің анам ертең жұмыс істеп қиналмасын деп жүрмін мен. Түсінің ба? Осы түрмен ақта отым мен девушка. Өзің үшін асырап атсың ғой, мен үшін асырап атқан жоқсың, мені асырап атқан. Сен айтпаң маған онда маған. Оны сен басқа адамдарға айтсай, маған несіне айтып атсың? Сен айтпаң маған түр жаман деп сен вообще. Сен өзің. Жоқ, неге мен оны тыңдауым керек? Айтшы, мен неге тыңдауым керек? Басқа адамға айтсай, мен не істеп қойдым саған? Мен сені мақтағаннан басқа дым нем жоқ, саған жамандығым жоқ. Всегда жақтап жүрем сені. Жігіттер естенді болсын. Егер қыздармен жүргің келсе, бірінші оны неге апар сен? Бассейнге апар бірінші оны сен. Бассейнге шыққасын оны сен түрін көресің. Түсіндір ма? Мынау бетіндегі әшейін
Сампо, сен менің түрімді. Сен менің түрімді. осы бояумен бізді алдайтынлар көрсең ба? Сен менің түрімді жүргілерің келсе бассейнге апар қызды бірден. Түсінің ба? Сол кезде түрін көресің оны. Түсіндірдің ба? артық нәрсе айтып қоямын, сампо. Көтім қыз сампока, артық нәрсе айтып қоямын. Білесің ғой мен түрім қандай әдемі екенін. Қоя қойшы, пожалуйста. Білесің ғой, просто өтірік істемей ақ қой енді, реально. Давай без этого. Адам жылатып, мен көз жасыма қалған жігітсің ғой сен. Бірінші жігітсің ғой, мен көз жасыма қалып тұрған. Сен деме көз қалдың көз жасыма, білесің ба сен деме? Жігіттің көз жасы деген ол ауыр нәрсе. Ойламаңдарсың да. Қыздың көз жасы жібермейді. Біздің қарғызымыз мыштың қасында көп, Сен ойлама, сен біздің көз жасымыз. Жігіттің көз жасы деген өте қиын, жігіттің жылауы деген өте қиын. Қыздар не ол қыздар? Шыдай береді мұндай нәрсеге. Ал жігіттер, ойлан сен, жігіттің көз жасы өте ауыр. Мысықтың қарғысы деп ойнамай қалады. Түсіндің ба? Жігіттің көз жасы ауыр. Жігіттен шыққан көзден шыққан әрбір тамшының өзі теңіздің суынан да ащы. Теңіздің суы тұз ғой, білесің ба? Одан да ащы жігіттің әрбір шыққан көз жасы. Сосын тағы да мен саған айтарым, бұл өмірде әділет жоқ. Есіңде болсын. Түсіндің ба?